Достар, енді Каспий магазиннің доставканың түрлеріне қарап шығатын боламыз. Жалпы мына сызба арқалы сәл түсінікті болу үшін. Қараңыздар, ең бірінші тұрған мынау самовивоз деген, міне, клиенттің өзі алып кететін доставканың түріне айтылады. Клиент заказ берді, например, біз қабылдадық заказды. Одан кейін клиенттің өзі кеп біздердің складтан алып кететін доставканың түрі. Доставканың емес, бұл өзі алып кетеді бұны. Самовивоз. Локальная доставка силами продавца деген, бұнау мысалға бұл қалай болады. Клиент заказ берді, біз қабылдадық. Енді оны біздің курьерлеріміз, біздің доставщиктер өз қолымен клиентке дейін жеткізіп беретін доставканың түрі. Каспий KZ'тің қатысы жоқ. Через SMS арқылы болады. Клиент, мына доставщигіміз апарған кезде бізге SMS келеді. SMS-те біздер енгіземіз, мына не тарапынан SMS келеді, клиент тарапынан. Бұл өзіміз жеткізіп беретін доставка. Енді локальная доставка силами Каспий KZ тарапынан мынандай доставка түрі бар. Бұл қалай болады? Клиент заказ берді, біздер қабылдадық заказды. Енді біздер оны өзіміздің курьерлер арқылы или жалданған курьерлер арқылы біздер мына компанияға дейін, курьерский компанияға дейін, логистический компанияға дейін біздер жеткізіп беруіміз керек. Мына курьерлер арқылы, олардың складына дейін. Жеткізіп бергеннен соң олардың курьерлары клиентқа дейін жеткізіп береді. Локальная деген, мысалға, мен Алматы қаласында тұрмын, бірақ заказ Талғардан келді, Алматы облысыма, Есіктен келді, мысалға, я. Сондай жерлерге мен өзім жеткізіп бермеймін. Каспий KZ арнайы жалдаған курьерный компанияларға жеткізіп береміз. Олар жеткізіп береді. Енді региональный доставка деген, мысалға, областной доставкалар. Не доставка? Областной деппін. Басқа қалаларға, областной бола ма? Басқа қалаларға жеткізіп беретін доставкалар. Клиент заказ береді, біздерге кеп түсті заказ, мысалға, қабылдадық. Енді оны курьерларымыз арқылы, или курьер арқылы олардың складына дейін жеткізіп береміз біздер. Енді олар самолетта болсын, грузовой машиндарында болсын, өздерінің басқа қалада орналасқан складына жібереді. Басқа қаладағы складында тауарлар сортировка болады, олардың курьерлары біздің клиентқа дейін жеткізіп береді бұл доставканың түріне. Бұнда ешқандай SMS керек емес, автоматты түрде болады, достар. Тек мына жерде ғана біздер SMS жүргіземіз. Мына самовивозда болды. Достар, осымен осы сабағымды аяқтаймын. Түсінікті болды деген үміттемін. Кешіріңіздер, айтпақшы, қазіргі уақытта қосылған тағы бір доставканың түрі бар. Енді ол қалай болады? Қалааралық экспресс доставка деген шықты қазіргі жаңадан. Ол қалай болады? Мысалға, клиент біздің города орналасқан біздің клиенттер заказ берді через Каспий KZ, например. Заказ берді покупатель, бізге заявка кеп түсті, қабылдадық. Енді оны мына жерде курьерлар кеп біздің складтан алып кетеді и біздің города орналасқан клиентқа экспресс доставка деген клиентқа дейін апарып береді. Бізден алып кетеді и апарып береді клиентқа дейін. Яндекс доставка қазір істеп жатыр бұны. 10 минут, 20 минут, жарты сағаттың ішінде келеді да клиентқа дейін апарып береді 1 сағаттың ішінде, достар. Ой, экспресс доставка деп айтылады. Бұл жаңадан шыққан. Жақсы, достар, түсінікті болды деген үміттемін. Жақсы, сау саламатта болыңыздар.